Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай қызылша салатын жасап үйренетін боламыз. Барлық ингредиенттер описанияда жазылған. Тұздалған қиярымызды алып, төртбұрыштап турап аламыз. Құрғақ таза ыдысымызға салып, жұмыртқамызды да төртбұрыштап турап аламыз. Үстінен жүгерімізді салып, сырымызды да төртбұрыштап турап аламыз. Қызылшамызды да төртбұрыштап турап ыдысымызға салып, үстінен майонезімізді қосып араластырамыз. Міне осындай әдемі дастарханның көркін ашатын салат жасауым шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, коммент жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.